Құдайға қарсы шығып, атеист ағым да емес, көзқарасты популизм қылдырып жатсың ғой мұнда. Айналып келгенде қазақилықпен салыстырып жатсың да сен арабизацияны. Мынандай ойға қалай қарайсың? Егер біріншіден адам болу керек, сосын ұлтқа бөліну керек, сосын ғана дінге ғана бөліну керек деген. Дұрыс қой. Просто сенің нарезкаларыңды көрдім да, айналып келіп қазақилыққа тыға бересің да, сен адамшылыққа емес. Ойыңды айтсаң осы жөн. Енді адамшылыққа, қазақылықтың қайшы келетін жерлерін айт, енді сол жерлерін болса түзейік. Жоқ, мен қайсысы келеді деп жатқан жоқпын бұл жерде. Бұл жерде ең бастысы әр қазақтар ғана мұсылман емес қой, басқа ұлттың да өкілдері бар да, сені тыңдап жүретін. Оларға қазақтың мәдениеті, өркениеті ол жақын емес. Олар туралы не деп ойлайсың? Олармен сөйлесу керек соны. Қандай мәдениеті, қай жері кемейді, соны сөйлесу керек. Кейде просто мынандай мнение қалыптасып қалуы мүмкін да, ұлтшылдықтың арғы қалай айтса болады, радикализмі да бар да, нацист болып кетуі де мүмкін деген секілді. Сондай ма деп ойлап қалам кейде арасында сені. Енді нацизм деген нәрсе қандай идеяны насихаттайды? Өзінің ұлтын басқа ұлттан қарағанда жоғары санауы. Ондай бар ма? Сондай сөздер айттым ба мен? Жоқ, айтпадым. Кейде сондай ой қалыптасып қалады, себебі исламизацияға қарсы келіп қазақилыққа тыға бересің да. Енді қайда апару керек? Адамшылыққа апару керек біріншіден, ұлтшылдыққа емес. Ұлттық құндылықтарың қайда қалады? Ұлттық құндылықтар ол сосын болу керек қой. Мысалы, тілің туралы әңгіме айтқан кезде сен адамшылыққа апарып қалай тіліңді қорғайсың? Ол тіл деген біріншіден коммуникация ғой, содан кейін мәдениет. Иә, ол коммуникация сенің құралың ба ол жерде? Жалпы сенің түсінігіңде әр мәдениеттің өкілі өз мәдениетін бірінші орынға қою керек па, керек емес па? Бірінші орынға дегенде смотря неге ғой? Енді өзіңнің тіліңді сен жоғары қоюың керек па басқалардан? Болу керек қой. Енді өзіңнің тіліңді бірінші орынға қою керек па, жоқ па? Жоқ, бірінші орынға қою міндетті деп санамаймын. Барлық тілге бірдей қарау керек. Иә. Сен үшін, яғни сенің тілің мен басқа тілдердің бәрі бірдей сен үшін құндылығы жағынан. Иә. Солай айтса болады. Ондай деп санамаймын. Неге? Сенде жақын туыс деген түсінік бар ма? Сен үшін туысың мен басқа адамдар бірдей ма сонда саған? Жоқ. Неге? Ол туыс деген ол менімен бірге өскен адамдар ғой. Ана тілің ше? Ана тілім де сондай. Неге ана тілің басқа тілдерден сен үшін бір жоғары тұра алмайды да, ал сенің туысың басқа адамдардан жоғары тұра алады? Ол туыс деген субъект қой, ана тіл деген ол объект емес, ол қалай салыстыруға болады? Объект пен субъект деген не? Нақты анықтамасын айта алмаймын, бірақ субъект деген ол жалпы бір адам, объект деген ол сөз қорым былай жетпей тұр, енді объектті саған түсіндіру үшін. Жалпы сенде құндылықтар деген дүние бар ма? Мысалы, бір сол үшін еңбек ететін бір ұлттық құндылық деген нәрсе сенде бар ма? Жоқ. Өзім үшін еңбек етемін, өзім ақша табу үшін еңбек етемін. Ал ұлттық құндылықтар не болса сол болсын, оған басың ауырмайды? Басым ауырмайды деп айта алмаймын полностью. В общем, сен үшін қазақ ұлтының бар жоғы маңызды емес қой, сен тірі болсаң болды, иә?
Қалай қарайсыз сіздің ойға? Енді бір нигилизм деп ойлаймын, жалпы бір патолог нигилизм, жаңағы космополит көзқарас. Ондай жағдайда бір ұлт болып бөлінудің де қажеті жоқ. Сен өзің ұлтымды қоям, сен жаңа айттың ғой, бірінші орында адамгершілік, одан кейін ұлт, үшінші дін дедің ғой. Сен жалпы ол списоктен ұлт дегенді де алып тастасаң болады негізі, өйткені сенде ол қарастырылмайтын да дүние ғой почти. Мен олай болу керек емес, олай болу керек деп есептемеймін жалпы. Әр адамға өзінің жақын құндылықтары болады, және сол құндылықтар бірінші орында тұру керек. Бұл деген басқа құндылықтарды кемсіту деген сөз емес. Басқа құндылықтарды жаңағындай жоққа шығару, оларды қыру жою деген сөз емес. Бұл тек қана өзіңнің түп тамырыңды қорғау, идентичность. Өзіңнің ерекшелігіңді қорғау деген сияқты мәдени.